Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен малинадан қайнатпай варенье жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Малинамызды алып, 2-3 мәрте жуып, тазалап аламыз. Ең алдымен малинамызды шамалысын қатырып алуға жібереміз. Сосын қалған 3 килограммдай малинамызды тазалап, арасындағы керек емес заттарды алып тастап, осылай малинамызды біртіндеп тазалап аламыз. Одан кейін мендегі 3 килограмм малина, осыған 3 килограммдай шекерімізді салып, осылай араластырып аламыз. Сосын блендермен жақсылап езіп, шекері ерігенше, малинамыз әбден араласқанша блендермен араластырып аламыз. Осылай әдемі болып малинамыз араласады. Әбден блендермен осылай араластырып аламыз. Шекері еріп, малинамызда әдемі бір келкі болып езілу керек. Енді малинамыз дайын. Ыдысымызға құйып, морозильникке сақтаймыз. Малинаның пайдасы өте зор. Әсіресе қыста тұмауға және де шайға қосып шай қып ішсеңіздер де өте пайдасы зор. Осылай сіздер де жасап көріңіздер достар. Малина тосабымыз дайын.